Осы жылдан бастап аз қамтылған отбасыларға қолдау көрсетудің кешенді тәсілін қолдану және отбасының жеке қажеттіліктерін бағдарланған әлеуметтік қолдау шараларын атаулыны күшейту көзделіп отыр. Біріншіден, бұл 4 және одан көп кәмелетке толмаған балалар бар көп балалы отбасыларға және 23 жасқа дейінгі күндізгі оқу бөлімінің студенттеріне мемлекеттік жәрдемақы болып табылады. Екіншіден, аз қамтылған отбасылардың барлық мүшелерін атаулы әлеуметтік көмек 90 сайын тағайындау болады. Үшіншіден, аз қамтамасыз етілген отбасылардағы балаларға мемлекет кепілдік берген әлеуметтік пакет қамтамасыз етілген. Бірінші қаңтардан бастап 4 және одан да көп бірге тұратын кәмелетке толмаған 18 жасқа дейінгі балалар бар және 18 жасқа толғаннан кейінгі күндізгі оқу нысанында оқуды растайтын көп балалы отбасыларға арнайы мемлекеттік жәрдемақы енгізіледі. 4 және одан да көп кәмелетке толмаған балалар бар көп балалы отбасыларға немесе күндізгі оқу нысанында оқитын 23 жасқа дейінгі студенттерге берілетін жәрдемақы мөлшері балалардың санына байланысты өсу ретімен сараланған. Мысалы, егер отбасында 4 бала болатын болса, онда жәрдемақы 42.496 теңгені құрайды және әрі қарай бала санына байланысты артатын болады. 7 және одан да көп балалардың ең жоғарғы сомасы 74.388 теңгені құрайды. Осы жәрдемақы табысқа тәуелді емес. Егер 2019 жылы отбасында 3 бала болып 4-ші бала дүниеге келген болса, онда жәрдемақы тағайындау үшін отбасы мемлекеттік корпорациясына жүгіну қажет. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап атаулы әлеуметтік көмек мөлшері жаңа моделі бойынша аз қамтылған отбасы мүшелеріне, соның ішінде көп балалы отбасыларына отбасы табысын жан басына шаққандағы орташа табыс пен кедейлік шегінің айырмашылығы төленеді. Кедейлік шегінің мөлшері 70%, ең төменгі күнкөріс деңгейін және Ақмола облысы бойынша 2020 жылдың 1 тоқсанында 20.352 теңгені құрайды. Мысалы, 2020 жылдың 1 тоқсанында Степногорск қаласы бойынша жан басына шаққандағы 4 тоқсанның табысынан 20.352 теңгені алып тастау қажет. Бұл айырмашылықты атаулы әлеуметтік көмек түрінде төлейді. 2019 жылы атаулы әлеуметтік көмек 709 отбасына тағайындалды. Оның ішінде 3219 адам. Жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы бойынша 10 көп балалы отбасыларға 505 мың теңге көлемінде тегін гранттар алынып жеке істерін ашты. Алайда адамдар кірістерін жасырған кезде жағымсыз фактілер болды. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қолдау министрлігі атаулы әлеуметтік көмек ұсынудың жаңа тәсілдерін жасады. Бірінші, 2020 жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек 3 айға тағайындалады және ай сайын немесе 1 рет тоқсанда төленеді. Бұрын 6 ай және 12 ай тағайындалатын болатын. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балаларына кепілдендірілген әлеуметтік топтама тағайындалады. Егер еңбекке жарамды отбасы мүшесі жұмысқа орналасудан және жұмыспен қамтудың белсенді шараларынан бас тартса, онда атаулы әлеуметтік көмек бүкіл отбасына тағайындалмайды. Егер жұмысқа қабілетті отбасы мүшесі жұмысқа орналасып, бірақ кейінірек жұмыстан шығып кетсе, онда ол атаулы әлеуметтік көмегінен айырылып, қайта өтініш беру үшін тек 6 айдан кейін ғана келе алады. Еңбекке қабілетті атаулы әлеуметтік көмекті алушы өз бетінше жұмыс таба алады, немесе жұмыспен қамтамасыз ету орталығының бөліміне сәйкес жұмыс ұсынылады. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталығы оқыту, тегін мемлекеттік гранттар және жеке бизнестерді бастау үшін шағын несиелер ұсынады. Тек атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың балаларына тегін тамақ және тұрмыстық өнімдері бар кепілдендірілген әлеуметтік топтама тағайындалады. Егер де отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып жатқан болса, онда азық-түлік айына 1 рет, тұрмыстық химиялық заттар 90-на 1 рет беріледі.
атаулы әлеуметтік көмек жобалау тәртібі өзгермейді. Жәрдемақы тағайындау үшін сізге жеке куәлік көшірмесін жұмыспен қамту орталығына немесе ауылдық жердегі әкімдерге өтініш беру керек. Тұрғылықты жері бойынша тұрақты және уақытша тіркелу болуы да қажет. Өтініш бергеннен кейін 7 жұмыс күн ішінде комиссия отбасының материалдық жағдайына сараптама жүргізу үшін өтініш берушінің үйіне келеді. Осыдан кейін атаулы әлеуметтік көмек тағайындау немесе бас тарту туралы шешім қабылданады.